Жаңа облыстардың ашылатынын халық ерекше қуанышпен қабылдады. Мәселен, бір ғана Ұлытау ауданы Қарағанды облысының орталығына 710 шақырым қашықта жатыр. Енді Жезқазған оларға небәрі 110 шақырым болмақ. Мынау Қарағандыдан шалғайда орналасқан Ұлытау ауданы Жезді, бұрынғы Жезді өз алдына аудан болған, қазір сол Ұлытаудың қарамағында Жезді елді мекендеріне, сол жақтарға әлдеқайда сол тиімді болады деп ойлаймын. Шаруаларын бітіруіне облыс орталығына бар. Тиімді ғой, мысалы үшін көбісі Жезқазғаннан Ошаққа Қарағандыға облыс болғанда көшіп келді. Енді анау 600 километрден келген қалай, жоқ Жезқазған өз басында болған қалай. Экономика бәрі өзгеретін шығар. Жада Қасым-Жомарт Тоқаев айтпақшы. Я вообще сама родом из Сатпаева. Мен өзім Сатпаевтанмын, сондықтан Жезқазған бұрынғыдай облыс орталығы болады дегенде қатты қуандым. Бұл өңірлер енді жақсы дамиды. Қарағандының құрамына қосылған соң жан-жаққа тарап нашарлап кеткен еді. Енді қайта жанданады.